Сәлем достар, бүгін асқабақтан пирог дайындаймыз. Ол үшін бізге 3 сары уыз қажет, және 300 грамм асқабақ қажет. 4-5 сағат бұқтырылған зеленая гречка қажет, немесе түнге қартай бұқтырып қойған. Осылардың бәрін блендермен езіп аламыз. Одан кейін ақуызымызды миксермен араластырып аламыз да үстіне жаңағы асқабақтың салмасын салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін формамызға май жағып, қамырымызды формамызға құйып, 180 градуста 40 минут пісіреміз. Пирогымыз дайын болды. Міне осындай жұмсақ, өте нәзік болып піседі. Астарыңыз дәмді болсын.